Сәлем оқушылар, бүгін біздермен бірге оксидтер, негіздер, қышқылдар, тұздар дегеніміз ол не? Және олардың формуласын қалай жазамыз? Олардың аттарын қалай атаймыз деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Және де ең оңай тәсілмен өте аз уақыттың ішінде үйреніп алатын боласыздар. Сонымен бізде оксидтер дегеніміз ол не? Жалпы оксидтер дегеніміз олар бинарлы қосылыстар. Бинарлы дегеніміз екі ақ элементтен тұрады. Яғни олардың формуласы бойынша біз былай жазсақ болады. Қараңыздар. Элемент О. Яғни кез келген элементпен оттек бірге тұратын болса, ол бізде оксид болып есептеледі екен. Мысалы, калий 2О. Калий бізде бөлек элемент, оттек бізде бөлек элемент. Яғни екі элементтен тұрып, оның біреуі оттегі болып келетін күрделі заттарды біз осы оксидтер деп атайды екенбіз. Одан бөлек тағы да біз жазатын болсақ, алюминий 2О3. Бұл да бізде оксидтерге жатады. Мысалы, бүйтіп жазсам, қараңыздар. Калий OH десем, но менде уже оксидке жатпайды. Неге? Өйткені мына жерде 3 элементтен тұрады. Және де жақсы оның ішінде оттегі болғанымен бұл жерде 3 ақ элемент. Бізде не болу керек? Ол жерде 2 ақ элемент болу керек. Сондықтан ол бізде жатпайды екен. Натрий 2О. Бұл да бізде оксидке жатады. Келесі ол бізде негіздер дегеніміз. Негіздер дегеніміз ол не? Негіздер дегеніміз құрамы металдан, металл дегенді мен МЕ деп жазамын, және гидроксидтен тұратын қосылыстар. Қараңыздар, OH дегенді гидроксид деп оқимыз. Гидроксид. Ал металды мен жазып қояйын. МЕ дегеніміз ол бізде металдар. Енді сендер ойлауыңыз мүмкін, металл деген мен қайдан аламын деп. Металл дегенді алудың оңай жолы бар. Ол бізде сендерде периодтық жүйе бар. Сол периодтық жүйенің ішінде ергіштік кестесі бар. Сол ергіштік кестесінің жоғары жағында мына сутектен басқасының барлығы, мына жерде тұрғандардың барлығы, енді нан алып тастаймыз тоже, барлығы металдар. Яғни мына жерден кез келген біреуін аламын да, не OH пен қосыламын. Мысалы, кальцийді аламын да, OH пен қосамын. Қарасаңыздар, кальций мына жерде эквиваленті деп тұр ғой. Значит, біз оны не істейміз? Жақшаға алып, сыртына 2 қоя саламыз. Сол сияқты, мысалы, феррумды аламын, не? Феррум 3+ деп тұр. OH-ты қасына қосамын, жақшаның сыртына 3 дей саламын. Міне, мынау менде не болды? Бұл негіздері болып табылады екен. Келесі қышқылдар. Қышқылдар дегеніміз құрамы HX-тан тұрады. Және ол жердегі бізде H дегеніміз сутек, деген түсінікті. Енді X дегеніміз ол не дейтін болсаңыздар, X дегеніміз ол бізде қышқыл қалдығы. Оны қайдан аламыз десеңіздер, қышқыл қалдығы деп жазып қоямыз. Оны біз мына жерден аламыз. Қараңыздар. Мына жерде бізде қарасаңыздар, ергіш кестесінің OH-тан басқасының барлығы, мына жердегілердің барлығы бізде не болып табылады? Қышқыл қалдықтары болып табылады екен. Осы жердегі мысалы мен қазір көрінбей тұр екен сіздерде. Осыны мен қазір көрсетейін. Міне қараңыздар, мыналар ғой. Мына OH-ты алып тастаймыз. Мыналардың барлығын біз сутекпен қосып жазатын болсақ, ол бізде қышқыл болып табылады. Сонда H пен хлор жасам, мынау қышқыл екен. Сонда құрамында не бар? Құрамында сутек және қышқыл қалдығынан тұратын күрделі қосылыстар айтамыз. H пен не істеймін мына жерде? Қарасаңыздар, бізде не тұр? Мына S2- деген жазайын. S2- деп тұрса, S бізде эквивалент деген соң, оның екісі мына жерге барады. H2. Тура сол сияқты, мысалы, H2SO3 деген бар. SO3 бізде эквивалентті, мына жерде екісі барады. Мінекей. Мыналардың барлығы не болды сонымен бізде қышқылдар. Ал тұздар дегеніміз не? Тұздар дегеніміз оңай уже қараңыздар, металл X-тар. Енді қазір стоп бас қой, өзің айтып көрші. Металл дегеніміз не? Уже біз қышқыл тұздар дегеніміз не? Оның құрамы неден тұрады? Металдан және X-тан тұратын заттар дегеніміз. Яғни металда және қышқыл қалдығынан тұратын заттарды біз тұздар деп атайды екенбіз. Сонда мен мына жердегі тұздарды аламын да, мына металдарды аламын да, кез келген бір жерде қышқыл қалдығымен қоса саламын. Сонда мен ол тұз болып табылады екен. Мысалы, натрий мен хлор, натрий мен S, мысалы, натрий 2S, бұлардың барлығы мен үшін не болады екен? Тұз болып табылады екен. Енді біз бұлардың аттарын және формуласын дұрыс жазу үшін бізде мынандай кішкене бір кесте бар. Осы кестені қолдану арқылы біз бұлардың аттарын атап, және де бұлардың формуласын дұрыс жазып үйренеміз. Енді бағана мен айттым, негіздер дегеніміз не дедім мен? Құрамы металдан және OH-тан тұрады дедік. Осылар бізде негіздер. Енді металл дегеніміз ол мыналар, мыналар бізде металдар. Осы мен алдымда OH-ты қосып жүремін. OH-тың астына гидроксид деп жазып қойсаңыздар болады. Гидроксид. Мен істеймін, мына жердегі литий мен OH-ты қосам. Міне, литий OH болып жазылды. Бұл менде не болып табылады деген? Бұл менде негіз екен. Бұның атын атаған кезде былай болады. Литий гидроксиді. Гидроксиді. Натрий мен жазам мысалы. Натрий OH. Бұл не болады менде аты? Натрий гидроксиді болады уже. Натрий гидроксиді. Көрдіңіздер ма? Дәл солай мен жазып кетерім. Мына жаққа жаңағы сияқты кальций мен OH-ты қосам, бұл жерден кальций 2 болғандықтан OH-тың сыртына 2 барады да. Сонда аты қалай болады? Кальций гидроксиді.
түсінікті ғой? Сол сияқты мен 3 валентін жазып көрсетейін, мінекей. Мына темірді аламын да бүйтіп жазамын, міне OH-ты қосып жүремін. Бұл немене болады? Темір гидроксиді болады екен. Темір гидроксиді екен. Мінекей осылай біз негіздерді осылай үйреніп алсаңыздар болады екен. Енді не істейміз? Осы негіздердің барлығын формуласын дұрыс жазу үшін осы қатардың барлығын не істейміз? Толтырып шықсаңыздар, сіздердің негіз деген не екенін де естеріңде қалады, және олардың аттау сіздерде дұрыс болады, және формуласын дұрыс жазып, осындай 3 оқу мақсатын үйреніп алатын боласыздар. Енді осы жерде бір нәрсе қосып жіберейін. Мынау аммоний деген бар бізде. Бұл бізде катион болғандықтан, я NH4 OH деп бұны да жазып жіберсеңіздер болады. Аммоний, атын жазып қойма дейін. Аммоний гидроксиді. Бұны да сұрайды сіздерде. Аммоний гидроксиді. Сонымен бізде мынаның барлығы не екен? Негіздер екен. Ал енді қышқылдар дегеніміз не еді бағана? Біз бағана айттық, құрамы неден тұрады? HX-тан тұрады, иә? H пен X-тар қосыласы. Ол бізде H пен X-ның қосылысы мына жерде. Міне. Мына жерде X-ті H-ті аламын, мына жердегі не? Фтормен қосамын. H фтор. Аты не болады бұның? Қараңыздар, аты фтор сутек қышқылы екен. Фтор сутек қышқылы. Сол сияқты H хлор, хлор сутек қышқылы. H бром, бром сутек қышқылы. H йод, йод сутек қышқылы. H пен S қараңыздар. Мына жерде S 2 деп тұр ғой, оның екісі мына жерге барады да, сөйтеді да, күкірт сутек қышқылы болды. Аттары өте оңай екен, ат күкірт сутек қышқылы. Келесі SO3, мына жерде екісі бар, көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл да не болады? H2SO3 болады. Бұның аты енді сәл басқаша, күкіртті қышқыл болады. Күкіртті қышқыл. Келесі HSO4 күкірт қышқылы болады бұл бізде. Күкірт қышқылы. Келесі, мына жерде енді қараңыздар, -1 деп тұр. Бұл формуласы бойынша HNO2 болады. Ал мынау бізде HNO3 болады. Тура сол сияқты қараңыздар, күкіртті дедік қой, сол сияқты мынаныкіде не болады? Азотты болады деген. Азотты қышқыл. Мынаныкі не болады сонда? Азот қышқылы болады. Мынау ше H2SO3. Мынау бізде көміртек қой. Бұны көміртек қышқылы, немесе көмір қышқылы деп атасаңыздар болады. Келесі, силициум. Мына жерде 2 минус деп тұр, значит, бұл жерде не болады? H2 силициум O3. Бұл бізде кремний қышқылы. Кремний қышқылы. H3PO3 қараңыз, мына жерде 3 болғандықтан формуласында H3PO3 болады екен. Бұның аты не болады? Фосфор қышқылы болады. Фосфор қышқылы. Келесі, H3PO4 не болады? Фосфор. Ана фосфор Л болады, но мынау уже фосфор қышқылы болады. Түсінікті? Мынау фосфор, мынау фосфор Л. Мінекей осылай біз не істедік қазір? Бүкіл қышқылдарды жазып шықтық. Осы қышқылдарды білсеңіз жетеді негіз. Осы қышқылдарды апайыңызға айтып беріңіз, сонда 5 аласыз. Мынаның өзінің формуласын жазып, атын атап берсеңіз, апайың сізге ой молодец деп айтады. Жақсы, сонымен біз қазір негіздер мен қышқылдарды жазып үйрендік. Енді бізде қалғаны тұздар. Тұздарды жазу ол былай болады, қараңыздар. Енді тұздардың атын атаған кезде оны дұрыс жазу үшін қараңыздар, мен олардың аттарын жазып шықтым. Қазір стоп басып қойып, аттарын жазып шығыңыздар астынан. Именно осы кестені сызған кезде мына жерге жазып қойыңыздар, осы хлорид, бромид, иодид деп мінекей. Сульфиді, сульфат, сульфид, нитрит, нитрат, карбонат, силикат, фосфид, фосфат. Қазір стоп басып қойып жазып болған болсаң, енді аттарын жазып шығайық. Мысалы, литий мен фторды қосайын. Давайте калиймен қосайын. Калий мен фторды қосамын, калий фтор болады. Аты қандай болады? Астына жазамыз. Калий фториді. Түсінікті ғой? Сол сияқты мына жерге не істейміз? Натрий фтор. Натрий фториді. Түсінікті ғой? Осылай не істейміз? Бәрін жазып шығамыз. NH4 фтор. Аммоний фториді. Түсінікті ғой? Яғни біз жазған кезде фторды, бірінші фтордың қатарын жазып шығу керек. Неге? Өйткені сіз фторды полностью жазып, дұрыс жаза алу керексіз формуласын, және аты сіздің есіңізде қалу керек. Яғни сіздерде бұл жерде зрительный память, яғни көзбен көру арқылы жатталады, және де қолмен жазу қолыңыз үйренетін болады, және де оның атын дұрыстап атайтын боласыздар ал болашақта. Түсінікті ғой? Бұл нәрсе өте маңызды. Өйткені қазіргі заманда білесіздер, есте сақтау өте қиын болып бара жатыр. Сонда осындай өте көп мөлшерде 20 рет былай қайталайтын болсақ, мынау бізде есімізде қалады. Өйткені формула жазу химияда как кітап оқыған сияқты болу керек қой. Яғни сіз кітап оқыған кезде әріптерді әліппені ашып жүрмейсіз ғой. Тура сол сияқты формула жазу бұл автомат жүру керек. Ойланбау керексіз бұл туралы. Түсіндіре алдым ба? Енді қараңдар, мен эквивалентісін біреуін жазып көрсетейін. Мысалы, стронциймен жазайын, Мысалы, стронций не болады? Қараңыздар. Стронций мен фтор болған кезде стронций фтор 2 болады. Түсінікті? Мынаны жазып қоясыңдар. Стронций фториді.
Мен 3 валентісімен біреуін көрсетейін. Енді сен алар жаза аласың уже 2 валентті болғаннан кейін. Енді мен 3 валентісімен көрсетейін. Темірмен мысалы ферм фтор 3 болады. Мына фтор жақшаға алып жүрмеңіздер, иә? Бұл бір өзі тұр, бұны да жақшаға алынбайды. Темір не болады? Темір фториді. Қараңыздар, темірдің жерде 2-сі бар, 3-і бар. Яғни 2 түрлі валенттілік көрсете береді. Екеуінде просто аттар бірдей бола береді. Фтор 2 болады, фтор 3 болады. Бұл жерде темір фторид, екеуінде аттары сондай. Тек атаған кезде ғана былай айтамыз. Мынау темірдің 2 валентті фториді, мынау темірдің 3 валентті фторид деп айта саламыз болды. Түсінікті ғой, дәл осылай не істейміз қазір? Хлорды, бромды, йодты жазып шықсаңыздар болады. Енді мен 2 болған кезде қалай болатынын көрсете салайын. Калий бізде S қой. Мынау 2, мынау 1 ғой, мынау 2 болады. Калий 2S болады. Калий сульфиді. Мынаның астына формуласын жаздыңыз ғой. Атын жазу міндетті. Окей? Мұны жазбасаңыз полный есебіңіз. Жалпы мынаны үйрену смысл жоқ, короче. Келесі, NH4-пен жазып көрейік мына жерде. NH4-пен қалай болады? NH4 S қой. Мына S бізде 2 валентті болғанда, мынаны жақшаға алып, сыртына 2 қоямыз. Аты қандай? Аммоний сульфиді. Түсінікті ғой? Келесі, қараңыздар, мына 2 болған кезде стронциймен жазайық. Стронциймен қалай болады? Стронций бізде тоже 2, мынауда 2 болғандықтан осылай қалады формуласы. Аты жазыла береді. Стронций сульфиді деген сияқты. Келесі, мынау темірмен қалай болады? Темірде қараңыздар. Темір S қой. Мынау 3, мынау 2. Мына жерге 2-сі бар, мына жерге 3 бар. Сонда темір сульфиді. Түсінікті ғой? Мінекей осылай несіз полный сульфидтерді жазып шығасың қатардың барлығы. Яғни кезекпен жазамыз. Оқшы, мынаны бітірдіңіз, мынаны бітірдіңіз, мынаны бітірдіңіз, мынаны бітірдіңіз, сосын барып мынаны бітіресіз. Яғни бір қатарды бірінші бітіріп шығамыз. Хорошо? Кеттік ал. Келесі сульфидпен, сульфид. Қараңыздар, мына жерде екеуі айырмашылығы. Мынау ит, мынау ат. Мынау ит, ат. Мынау үлкен деген сияқты жаттап алсаңыздар, 4 деген үлкен, 3 деген кішкентай. Яғни ит деген кішкентай, ат деген үлкен деген сияқты. Келесі қараңыздар, калий 2SO3. Мынау калий 2SO4. Калий, мынау бізде калий сульфиті, сульфит, мынау сульфат. Калий сульфат. Түсіндір алдым ба? Келесі аммониймен қалай болады? Аммониймен тура S сияқты болады. Бұл жерде де NH4SO3 қой. Жақшаның сыртына 2 қоямыз міне. Аммоний сульфиті. Мынау да сондай болады. NH4SO4. Жақшаның сыртына 2 қоямыз міне. Аммоний сульфаты деген сияқты. Енді мына жерде де тура солай. 2 мен 2 қысқарып кетеді да. Стронций SO3 болып қалады. Мына жерде де стронций SO4 болып қалады деген сияқты. Ал мына 3 валентті болған кезде ше. Қараңыздар. Темір SO3 қой. Мынау 3, мынау 2 ғой. Мынаның 2-сі мында барады да. Мынаны жақшаға алып сыртына 3 қоямыз міне. Мынау да сонда болады. Ферм 2, SO4 3 еселенген болады. Түсіндіре алдым ба? Мінекей осы. Енді мыналардың барлығын уже жазып көрдіңіздер, мыналар уже оңай сіздерге. Нитратпен көрсете салайын. Қараңдар. Нитрит, мынау нитрат тура сол сияқты. Бағана да мынауда калий NO2, неде калий NO3. Мына жерде NH4 NO2, мынау NH4NO3 деген сияқты. Дәл солай, мына жерге де келеміз да, қараңыздар. Стронций NO2 ғой. 2 валентті, 1 валентті болғандықтан мынаны сыртына жақшаға аламыз міне. Стронций NO3, мынаны сыртына жақшаға аламыз. 2 деп қоямыз. Сол сияқты мына жерге де тура солай болады. Ферм NO2 сыртында 3 болады. Ферм NO3 сыртында 3 болады. Мынаны 3 пен 3 шатастырып жүрмеңдер, хорошо? 2, 3, екеуің 2 түрлі. Так, енді мыналар уже оңай істер үшін мынаны да мен жазып көрсетпеймін, өздерің жазып көріңіздер. Мына жерге полный мына қатарды бітіреміз. Сосын мына қатарды бітіреміз, Мына жерде карбонат, мына жерде силикат. Келесі фосфит. Қараңдар, фосфитте енді бізде 3 валентті, сондықтан калий 3 PO3 болады. Калий фосфаты. Калий фосфаты. Фосфиті мынау. Фосфит мынау да сонда ит, мынау ат. Калий 3 PO4. Калий фосфит. Фосфат мынау. Фосфат. Так, мына жерде ше. Мына жерде қараңдар. NH4. 4-ін тастамаңдар, 3 дейміз да, PO3 дейміз. Мына жерде де NH4 3 PO4 дейміз. Түсінікті ба? Ал мына жерде қалай болады? Стронций бізде 2 ғой. Мынау бізде PO3-іміз бізде 3. 3-і мында барады, мынаның 2-сі сыртына барады мінекей. Сол сияқты мына жерде де сондай. Стронций 3 PO4
2. Так, темірменше, темірде қараңыздар. Темірде енді екеуі де 3 болғандықтан осылай қалады. Түсінікті ғой? Тура осылай не істейміз? Формуласын и астына атымен бірге жазып шығу керек. Мынау өте маңызды. Егер осыны дұрыстап жазып шығатын болсаңыз, онда сіз негіздер, қышқылдар, тұздар деген тақырыпты толыққанды түсініп алдым дей беріңіздер. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басың, және де өзіңіздің химияны үйрене алмай жүрген сыныптасыңызбен осыны бөлісіп, ол да осыны үйреніп алсын, кішкене болсын химияға деген ойын өзгертсін. Егер де біз туралы толық ақпарат керек болса, төменде сілтеме тұр, сол сілтемені басып, біздің каналға тіркеліңіздер, және де толық ақпаратты төмендегі номерлерден аласыздар. Көп-көп рахмет. Химияға деген ойыңызды химия биология мектебімен өзгертіңіздер. Сіздермен бірге болған Бауыржан Бақытжанұлы. Келесі кездескенше.